күйбең тірліктің дүрбең шулары шаршатты. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта. Ақылдайдылар, қарамайдылар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Жол жүрем бүгін, бармасам елге болмайды. Танысым да шам, тілеймін елге маңдайды. Ел жақындарым, аттанып кеткен келмеске. Көз көргендерге азайып қалды сол қайда. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта. Ақылдайдылар, қарамайдылар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта. Ақылдайдылар, қарамайдылар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ой, рахмет. Оразбек көкем мен Қарлығаш апамның қуанышына ауданымыздың барлық беттестар, мен деген азаматтары келіп отыр. Адем соның ішінде бірде біргейі барша осы қазіргі аудандағы өнер айдында жүрген. Кереметтей той думанның төрінде, қуаныштың өрінде барша басқарып, жас болса да мінекей жүрген азаматтар бар. Соның ішіндегі бірегейі менің Жарқынбек досым. Олай болса алдарыңызда келесі тойдың тізгіні Жарқынбек. Қошеметтеп қойыңыздар. Рахмет. Ассалаумағалейкум ағайындар. Мұхтардан кейін сөз сөйлеу білдіріліп болып қалды ма? Мен шыққаннан кейін чот шапалақ басып қалды ғой бұл. Ал ассалаумағалейкум, сәлемдестім. Сәлемсіз сөз бастамас әлемде ешкім. Алланың хақ жолы деп ұйғарғандар, пайғамбар сүннетіне иланғандар. Жалпыңызға осылай сәлем бердім. Сәлем алып жүректерге имандандар. Мал баланың шашуы деген қазақ, шығын шығып кетеді деп қиналмаңдар. Адам деген адамға қонақ екен, бір-біріңе осылай меймандандар. Бүгінгі қызықшылық құтты болсын. Оспановтар әулетіндегі ұлы тойға жиналғандар. Бүгін алысына хат жіберіп, жақынына хат жіберіп, бүгінгі мінеке ұлы тойға, Оспановтар әулетіндегі бүгінгі мінеке Оразбек көкеміздің ұлы тойына, және де мінеке сүндеттеліп отырған кішкентай ғана ұрпағы Нұрдәулеттің
ұлы тойына қош келдіңіздер ағайындар. Тойларыңыз құтты болсын. Тойларыңыз құтты болсын. Мінекей ағайын тойға келді, бәрі мұнда қасиетті Қаратау бауырында той жасап, дүркіретіп бүгінгі күн жер жаннаты Жаңақорған ауданында деп барша ағайынның, барша мінекей Құда Жекжаттың ағайындардың, жалпы ағайынның басын қосқан ұлы той болып жатыр екен ағайын. Тойларыңыз құтты болсын ағайын. Мінекей төрде отырған құдалар, тағы да шыққан төрлеріңіз құтты болсын. Жиендеріңіздің бүгінгі мінекей атқа мінген, таққа мінген ұлы тойы тағы да құтты болсын. Құдаларға бір қошемет ағайын. Ал енді мен бүгінгі тойдың егелері Оразбек көкем менен Қарлығаш апамды ортаға шақырайыншы. Қайда екен ол кісілер? Оразбек көкем қайда? Есендікте саулықта жылдарымыз толы болып бақытта шаттықта. Ай, бәрекелі көке, ассалаумағалейкум, тойларыңыз құтты болсын апа. Бүгінгі тойларыңыз той қоласын. Бәрекелі. Мінекей тойға келерін танисыздар ма мына кісілерді? Танимыз деп отырамын, танығаданнан шапала ұрмай ма бұнды бірлерді? Бәрекелі. Оразбек көкеміз бүгінгі той қаламады, ағайынға манат дастархана мәзірлі дәмтәдіңіз жамағат деп барша ағайынның басын қосып, бүгін мінекей ұлы той жасап жатыр ағайындар. Олай болса мінекей тойларыңыз құтты болсын. Мынау айтып жатады, Құдай қаласа Оразбек көке 70-ке жеттіңіз, 80-ден секіріп өтіңіз, 90-ға тоқтамай 100-ге жетіңіз, 120-ға жетіңіз, 150-ге барған кезде Құдай қаласа бала шағаңызды өзіңіз сандыққа салып суға жібереді одан кетесіз. Құдай қаласа сол жасқа жете беріңіз. Мынау айтып жатады, ажарлы болса алғаның, ол жағы бергі арманың, ақылды болса алғаның, садаға кетсін барманың. Жұбайың жаман жолықса, мың болар жүріс қарғадым, туыстан түгел безініп, езғылар жігіт тарланын. Әйелің жақсы жолықса, сыйлайды ата әруағын, ағайын туыс дос жаған түгелденер жан жағың дейді. Мынау жігіттің мінген тұлпары жақсы болса бір бақыт, алған жары жақсы болса бір бақыт дейді. Оразбек көкем мінекей Қарлығаштай апамызбенен отан құрып, отбасын түзетіп, мың бақытқа кенеліп жатқан азамат. Олай болса бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Мінекей айтатыным, ақының тілден өлең қашай берсін, құдалар құйрық бауыр асай берсін. Оразбек көкем менен Қарлығаш апамды көрген жандар шіркін-ай аспандағы қосай дерсің. Жылқының майындай қып жыр ұсынсам, ағайындар жүректерің босай берсін. Дүбірлетіп дүркіретіп той қып жатқан Оспановтар әулеті жасай берсін ағайын. Ал әрине, бұл күнге жеткенде бар, жетпегенде бар. Мына Манап атамыз айтады, 60 деген тал түс дейді. 70 деген ешкімге жеткізбейтін жас дейді, бірақ десек те 2-35-іңіз құтты болсын. Сізді Оразбек көке 70 деп айтуға аузымыз бармайды. Құтты бір 69-да сияқтысыз ғой. Әрі қараймыз, бері қараймыз. Десек те мінекей сол 2-35-іңіз құтты болсын. Апа мінекей, бүгінгі мінекей сүндеттеліп отырған ұлдарыңыз мінекей, немерелеріңіз. Адам ұрпағымен мың жасайды дейді. Адам өзі мынау ақылымен сымбатты, ұрпағымен қымбатты дейді. Барлықтарыңыз ағайындар сол салиқалы ұрпақтарыңыздың қызығын көруді нәсіп етсін Алла тағаламыз. Олай болса бүгінгі тойларыңыз барлықтарыңызға осындай ұлы той жұғысты болсын ағайын. Тойларыңыз құтты болсын. Енді ағайындар, мен әдептен озбай, көп созбай, бүгінгі мінекей Нұрдәулеттей сүндеттеліп, бүгінгі мінекей ұлы тойдың егесі болып отырған Нұрдәулеттің барша нағашыларын, біздің мінекей бүгінгі тая келіп отырған құдаларды шақыру маған кеп қалған сияқты өзі. Олай болса мінекей арамызға келіп отырған бүгінгі той егелері, тойымыздың төрінен орын алған 1000 жылдық құдалар Нұрдәулеттің мінекей нағашылары, яғни мінекей Құрбан құдамыз бенен Гүлнар құдағиымыз бастаған барша мінекей Нұрдәулеттің нағашыларын асабаның алаңына жақсы бір әуенменен билетіп шақырсақ ағайындар. Келіңіздер құдалар. Неге артқа кетіп қалдық? Алға қарай шамал жақындамаймыз ба? Жарыққа қарай жақындайық та, орысшалап айтқанда шаг вперед дейміз. Келіңіздер. Құдалар алға. Алға қарай жақындаңыздар. Алға.
Келіңіз. Бәрекелді. Мынау қазақта жақсы сөз бар, құданы құдай қосады, досты пайғамбар қосады дейді құдалар. Енді мінекей тағы да құда болып, тойымыздың төріне шыққандарыңыз құтты болсын құдалар. Мінекей кішкентай ғана Нұрсұлтанда мінекей балдарыңыздың, немерелеріңіздің, жиен немерелеріңіз бүгін мінекей үлкен сүндеттік жолыменен, мұсылманшылық ізіменен той жасап жатыр екен. Олай болса, тойларыңыз құтты болсын. Құдалар, келіңіздер, құдаларым бұл тойда шырай қосқан, биік төрден әрқашан сынай қарап, қыз алысып сізберімен қыз беріскен мың жылдық қосылар ғой, құдай қосқан деп, құдаларға бір қошеметтеріңіз болсын, шағайындар кәнекей! Ал енді құдалар ақтілек өздеріңізде жаңа мінекей айтып жатыр Бекең, әр атаның баласынан өзіміз жіктеп ұштап сөйлей береміз дейді. Олай болса апамыздан бастайық, дұрыс па? Апа мінекей. Құдағайлар, мына тойларыңыз құтты бола берсін. Мына сүндетке жатқансыңдар, үлкен жігіт болсын, алға басып кісі бола берсін, бастық болсын, оқудан ұзақ болсын. Не айтамыз? Оларды қызық қой, өмірдің қызығы осылар. Тойымыз той құласа берсін, тойдың кенді қылдыңдар. Құрметті меймандар, мына бүгін Орекеңнің Қарлығаштың Дина мен Серіктің ортасында үлкен мереке болады ғой. Мерекелердің ең үлкені түсіне білсек мұсылман болу. Орекеңнің одан кейін 70-ке толған, 70-деген құрдасымыз екен. Тым барған әсін жас болу сияқтарын көріп осы мерекелер құтты бола берсін, Қарлығаш. Отбасының мерекенің алды осы болсын. Мынау Нұрдәулеттің қуанышының атқанын мені, одан кейін таққанын мені куәсі болып жүре берейік. Аман болыңыздар. Сіздерге де қуаныш жұғысты болсын. Динаның нағаш шешесі боламыз ғой. Біріміз ба, сыртқа біріміз жасы батырымыз ғой енді. Оны айып еттеріңіздер Мақтып тұрғызаңыз айып етпейсіз мен. Маған беріңіз, келіңіздер. Құрметті құда-құдағилар, бүгінгі біздің де, Орекеңнің де, Қарлығаштың да көптен күткен қуанышы барлығымызға ортақ құтты бола берсін. Ореке, Қарлығаш, құда, мынау өзіңіз 70-ке толып жатыр екенсіз. Мына немереңіз жаңағы ұл тойын өткізіп жатсыз. Соның қызығын көріп, Қарлығаш екеуіңіз қажымай, талмай, шаршамай жүре беріңіздер. Отбастарыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. 120 жасқа тола беріңіз. Рахмет, ағайында сөз тыңдайық. Қошемет құдаларға. Келіңіз, алға қарай шығайық. Келіңіз. Армысыздар, тойшыл қауым. Мінекей бүгін елдеріңізде үлкен кәрімет той өтіп жатыр. Ол кімнің тойы? Біздің алтындай болған Ореке, құрдасымыз Қарлығаш, подружкам деймін ғой. Осы кісілердің үлкен тойы болып жатыр. Бәріңіз мінекей уақыттарыңызды бөліп келіп жатсыздар. Қандай керемет. Ореке, Қарлығаш, жапырағын жайған бәйтерек сіздер. Қандай керемет, тіл көзден аман болыңыздар. Қандай мына ұрпақтарыңыз адам атана өмірге келгеннен кейін ары қарай атана бала шағасының қызығын көрсем дейді, рахатын көрсем дейді. Мінекей сіздер немеренің рахатын көрмес. Алла тағала шөбереңді осындай алдарыңызда ертең жүзге келгенде өлең айтып, әндетіп жүре берсін. Мына Қарлығаш құдағи әнші болғасын, барлығы дарыған екен. Қарап отырмыз, ертең бізде азғантай 70-ге қалсақ, бізге кім өлең айтады екен деп отырмыз ғой. Қандай керемет той өтіп жатыр, тамаша. Міне мынау адам келіп жатырмыз, нағашылар міне қандай жаңағы
жиеншардың сүндет тойы деп жатырмыз. Соған осы тұрған мынау осы Нұрмахан әулетінен дарығандарға біз Нұрмахан деген кісінің бала шағасымыз ғой. Содан қарап жатқан одан немере кетіп жатыр. Сияқты мынау құдашаларымыз тұр біздің. Осындай үлкен әулет біз осы әулет осындай әулетіміздің мына ағамыз Құрбан ағамыз Гүлнәр жеңгеміз бастап рәсім болады ғой қазақта ырым деген ол сол салт дәстүрді жасап келіп отырмыз. Қазір алдарыңызда көрсетеміз. Сәл көңіл бөлсеңіздер. Бастай берейік, Бірінші жақсылап тілек айтып алайық, құдалар. Тілегімізді бітірейік. Сосын бір жақсылап билеп алмаймыз, болған деймін аяқты дайындайық. Сосын барып бір отына кірісейік, мына кісілер тұрып қалар. Оп-оңай нәрсе ме не? Бәрсе билеп алайық. Айтасыздар ма? Болды, келіңіз. Қосыламыз ба? Келіңіз, құдағай дейді. Құрметті құдағайлар, бүгінгі мына қорқышынған тойларыңыз құтты болсын, немерелеріңізге тойы құтты болсын. Әрқашан осындай қызыл шыққан кеңге жаясын, тойларыңыз тойға бассын. Бәрекелді. Келіңіз аға, алға қарай ішпетті, алға қарай, бәрекелді, ағамызда. Келіңіз. Мен бұна серіктің бажасы боламын. Маған соңынан беріп батыр болмай. Ал Ореке, тойыңыз құтты болсын, 70 жас. Қарлыға шапа, сізге құтты болсын тойыңыз. Немерелеріңіздің тойы құтты болсын. Не алдың? Осы өсіп өңген жандар мынау серіктің алған жерден бізді алдық. Тағы бажан бар, сол Мына біз негізі серіктің бажасын жағада күйеу қартайса құда болады деген рас екен. Құда жағына ағаш жағына қосып беріп атып бізге. Нағыз оған да жетіп құдаған шүкір. Енді мына үйелден астыр, енді 60-70 қалай жасаймыз деп остақ. Ореке, мына көптің алдында өзіңіздің өніп өскендігіңізді көрсетіп, немере шөберелеріңізді алып шығып, осындай үлкен сарайда үлкен кісілердің тілегін алып, батасын алып той жасап жатыр екенсіз. Құтты бола берсіз сізге. Құда қаласа, мына кейінгі ұрпақтарға не болып жатыр, тәрбие болып жатыр да, тәрбиелік маңызы бар екен. Осыдан қара бізде отырып, бізді қандаймыз өліп шыға аламыз ба, жан-жағымызда кім бар деп қарап жатыр. Мына рахмет сізге бүгінгі 100 жасаңыз. Сізді жаңа бәрі айтып жатыр ғой, жетістеген адам ұқсамайды деп. Өстіп, осы немере шөбереңіздің бала жаңаңыздың қызын көріп жүре білсеңіз, 80-90-ға да барасыз деп біз сенеміз соған. Бізге енді бізден кеңес көп жүресін, бізге бір әмет уақыт берген. Ореке, мынау 70 жасың құтты болсын. Мына немереңіз, мына сүндет, мына бүгін атқа мінсе, алды таққа мінсін, дені сау болсын. Сізге Алланың жасын жазай беріңіз, деніңіз сау болсын. Мынау 60 не болады екен? 70-те жүгіре беріңіз, 80-де секіре беріңіз, деніңіз сау болсын. Қарлыға шапа екеуміз ұзақ жасаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Сіздерге өмірде бақытты болыңыздар, немере шөбере сүйіп жүре беріңіздер, дендеріңіз сау болсын. 100 жасаңыздар. Рахмет. Бір көкеміз айтқан деген 100 дейсінде 100-ден ары жас жоқ па деп. Алланың берген жазын жасай беріңіздер. Құдалар болдық па? Қосыламыз ба? Тілектеріңіз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын. Бұлай болса, мінеке алып келген сыйлықтарыңыз болса, тарту-таралық болса, той иелерін құттықтап қойға ұрқсақ, әзірге мінеке мына кішігірім сый-сияпат боламын дегенше, сіздердің құрметтеріңізге құдалар ортаға биге шақырамыз сіздерді.
Кеш келеді күн жүріп, ағай үйде отырар, шолпыңдарды кір жуып